Каспий Pay қосымшасында жұмыскердің жалақысынан бірыңғай төлемді қалай төлейді? Оңайлатылған немесе бөлшек салық режимінде жұмыс істейтін кәсіпкерлер қызметкердің жалақысынан бірыңғай төлемді жасай алады. Егер оның табысы 25 айлықтан басталса және одан көп болса, бұл тиімді. Бірыңғай төлемге медициналық сақтандыру, зейнетақы және жеке табыс салығы кіреді. Олар жалақыдан шегеріледі. Жұмыс берушінің әлеуметтік, медициналық және зейнетақы жарналары кіреді. Оны компания аударады. Бүкіл салық кезеңінде жұмыскерлер атынан тек бір тәсілмен, жеке аударыммен немесе жалпы сомамен төлеу керек. Ол үшін салық сервисіне жұмыскерлер атынан бірыңғай төлем деп өтіңіз. Қызметкердің жалақысы көрсетілетін жолды басып, соманы енгізіңіз. Салық пен аударымдар автоматты түрде есептеледі. Егер жұмыскерге жеңілдік берілсе, бұл туралы хабарлама экранда көрсетіледі. Өзгерістерін сақтаңыз. Қажет болса, тағы да қызметкерлерді қосуға болады. Деректерді тексеріп, төлемді растаңыз. Дайын. Түбіртекті көру үшін салық сервисіне оралып, тарих қосымша бетіне өтіңіз. Осылай, Каспий Pay қосымшасында жұмыскердің жалақысынан бірыңғай төлемді жеңіл әрі оңай төлеуге болады.